Оқушылардың, біздің жеткіншектердің келешегі үшін мәселені ушықтырмастан, ол президентке шейін барған мәселені біз осы жерден шешейік. Мен әрине татуласудан қашпаймын, маған да жақсы. Ары ушықтыра бергеннен гөрі. Маған бас жоғарыда аталған кінәлі тұлғалар өзінің кінәсін мойындап, мына халықтың алдында кешірім сұрап, маған кепілдеме хатын жазып берсе болады. Одан кейін бұл кешірім. Қандай кепілдеме? Қандай кепілдеме? Одан әрі мені бұндай қысымға алмай, құдалы болмасын. Құдаламай жұмыс басқалады. Дұрыс, принцип дұрыс. Болды ма? Қолдарды алынды, бір-біріңді қойды. Мен тұрап арамын. Неге қайта-қайта қолға салып жатсыздар? Айтыңыздар, мен өз шешімімді айттым ғой. Егер бұл кісі өзінің кінәларын мойындап, кешірім сұраса, жаңа кепілдік хат жазып берсе мен кешіремін. Ата-ана кепіліңіз шындық қашан да сырбаз жатсақ та